аяттан кейін былай дейді: мән ата аррафан, кімде кім көріпкелге баратын болса, фаясалуху ан шейин, одан бір нәрсе сұрайтын болса, мұсылманды айтып отыр, мұсылманды, ләм туқбаллаху салатун арбағина лейла, 40 күн 40 тәулік бойы намазы қабыл етілмейді дейді. Махаббатқа қиянат кетті, Аллаға деген. Алла тағала 40 күн енді оны намазын қабылдамаймын дейді. Қиянат, сатып жібердік Алланы. Біреуден барып сұрадық. Сол секілді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: кесімді үкімде мән атағаррафын, кімде кім көріпкелге баратын болса, ау кахинан, немесе сиқыршыға, жаңағы сәуегеге баратын болса, прорицательге баратын болса, сосын фасаддақа бима яқулу, сөйтіп жаңағы көріпкелдің сөйлеген сөзін расы мынанікі деп растайтын болса, фақада кафара бима унзила аля Мұхаммадин саллаллаху алейхи вассалам. Мына сөзге қараңыз: Мұхаммедке түсірілген Құранға күпірлік жасады дейді.